Өздерің білетіндей, жақында біздің Қасым Жомарт Кемелұлы неге барып келді? ақш-қа, иә. Сол 5+1 деген кездесу болды. Дональд Трамп пен ақш президентімен. Айтпаймын енді көп жетістіктерге жетті деп, бірақ әйтеуір қарым-қатынасымыз қазір сондай мировой лидерлермен, мемлекеттермен, мировой экономикасы мықты мемлекеттермен араласа, біздің Қазақстанымыз алға басады деп ойлаймын. Үлкен дәрежелерге жетеміз. Ол бұны не үшін жазып жатырмын? Мынау бәрін мақтау емес. Қазір мінекей осындай әлеуметтік жерлерде бізге шабуыл жасалып жатыр. Шабуыл жасалады да, бізге сатқындар деп жазып жатыр. Неше түрлі көре алмайтын көрші мемлекеттер. Біз ешқандай сатқын емеспіз. Түсінген адам түсінеді. Өйткені біз тәуелсіз мемлекетпіз. Тәуелсіз мемлекетпіз. Өйткені біздің өзіміздің таңдауымыз бар. И бізге ешкім, және бізге ешкім өз хотелкасын тыққыштамасын. Сендер бүйту керексіңдер, біз братскийміз деп. Қайдағы братский? Әркім өз саясатын жүргізеді. Әр мемлекет. Сол үшін де мен айтарым, алға Қазақстан, Қазақстанымыз кім не десе де үлкен дәрежеге жетеміз. Ол неизбежно. Мен сіздерге айтайын, қалай жүргізсе де политиканы ол неизбежно. Өйткені біздің Қазақстан, Қазақстан ішімен бәрі өтеді. Қаншама жол өтеді, шолковый путь өтеді. Бүкілі қазір көріп жатсыздар, нефтяной трассаларымызда через Каспий өткіземіз деп жатырмыз. Интернетімізді, кабельдерімізді Каспий мен Әзербайжанмен чисто Европа шығамыз ба деп жатыр. Соның бәрін проект жасап, уже іске басып жатыр. Оны мынау қасымыздағы көрші мемлекеттен өтіп кету үшін. Сол үшін де егемендігіміз одан да мықтырақ болады. Ақырындап сондай нәрседен шығып кетеміз деп ойлаймын. Жақсы жаңалықтарды да айтайық. Айтпесе, әлеуметтік жерді ашып қалсаң, әйтеуір көңілің түсіп кетеді. Боқтағың келіп кетеді. Боқтасаң сатияға ілініп кетесің. Сол үшін де алға Қазақстан деймін. Таратыңыздар, парақшаға жазылыңыздар. Бәрі жақсы болады.